Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Мынандай ата-аналардан хаттар келген екен. Балам 3-ші сыныпта оқиды, гиперактивный, ортада тіл табыса алмайды, истерика жасап, жылап шығады, өзге балаларға тиісіп мазасын алады дейді. Енді бір хатта айтқан, үйден оқитын оқушы дұрыс сөйлей алмайды, ойлау қабілеті төмен дейді. Енді бір айтады, менің қызым 2-ші сыныпта оқиды, әлі қосып оқи алмайды дейді. Міне осындай балалар, ата-аналар, негізгі фундаменті оқудан қаланбаған деген сөз. Яғни әріпті оқуда қате кеткен оқушылар, буынды қосып оқи алмайтын оқушылар. Қарап отырғаным, жаңа айтып кеттім, бала өзі игере алмай отырған кезде балада стресс көп болады. Осы стресстен бала қысылады да, сосын өзінің қысылғандығын сыртқа истерика ретінде шығарады. Яғни ол айналасындағы өз сияқты балалар жақсы оқығанын көріп тұр да, ол өзінің ішіндегі оқи алмай тұрғанынан қысылып, истерика ретінде шығарып тұр. Сондықтан ол бала одан әрі қарай гиперактивный бола береді. Ал мұғалім сізге не дейді? Мұғалім балаңыз гиперактивный дейді де жауап қояды. Яғни сіз оны басқа дәрігерлерге тасисыз. Оның барлығы басқа да бір причинасы болуы мүмкін. Сондықтан балаңызды жеке оқытып, немесе жаңағы курсқа оқытып, бөлек бір шешімдерін қарастыру керек.